Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін ас мәзірімізде ең оңай сәбіз салат, нарын және кекс дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен нарынымыздың етін пісіріп аламыз. Ет қайнағанша қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымызға салқын су, тұз саламыз. Тұзымыз тіктеу болғаны дұрыс. Сонда қамыр езілмейді. Бір жұмыртқа және ұн салып, жақсылап араластырып, қамыр илеп қоямыз. Қамыр қаттылау болғаны дұрыс. Қамырымыздың июі қанғанша 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оға дейін етіміздің көбігін алайық. Еттің көбігін алып болған соң тұз салып, етті жай отта пісіріп аламыз. Қамыр шамамен менде жарты сағаттай тұрды. Енді қамырды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, видеодағыдай кесіп, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды қайнап тұрған суға салып, пісіріп аламыз. Піскен қамырды толықтай суытып, майлап, турауға дайындаймыз. Қамыр менде толықтай суыды, майланды. Осындай бөліктерге бөліп алып, майдалап тураймыз. Етіміз де пісті, ол да суыды. Етті де майдалап, төрт бұрыштап тураймыз. Біздің нарынымыз дайын. Енді кексімізді пісіруге кірісейік. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, сүт, жұмыртқа, қант, сары май және ас содасы. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қант салып, қант ергенше миксерлейміз. Содан соң сары май құямыз. Сары майды алдын ала ертіп алдым. Сүт құямыз. Ас содасын салып, тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп алған дұрыс. 3-ке немесе 2-ге бөліп, аз-аздан қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың консистенциясы осындай болу керек. Кекске арналған формаға шамамен 2 ас қасықтай салып шығамыз.
кекстерді қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен осындай етіп әсемдедім, бірақ ол міндетті емес. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Кексіміз піскенше салатымызды дайындайық. Ол үшін бізге бір сәбіз, жарты сарымсақ және майонез қажет. Сәбізді майда үккіштен өткіземіз. Содан соң сарымсақты өткіземіз. Және майонез салып, барлығын араластырамыз. Біздің бүгінгі дайындаған ас мәзіріміз ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз каналымның дамуы үшін өте маңызды.